Ауру тек денеде ғана болмайды, мінезде де бар. Егер біреуден жаман мінез көрсең, оған шипа сұрап дұға қыл. Оған жабысқан кеселден сені сау қылған Аллаға мақтау айт. Сырды сақтау шеберлігі жан дүниенің байлығын көрсетеді. Ішінде су тұрмайтын ыдыстың зияны секілді, сырды сақтай алмайтын адамның пайдасы кем. Егер әр адам қасындағы кісінің жүрегіндегіні көре алса, оған жаны қатты ашитын еді. Ішкі таразының әділдігіне көзі жетер еді. Сыртқы өлшемдердің алдамшы екенін терең түсінер еді. Іштарлық, қызғаныш көрсе қызарлыққа ұрынбас еді. Құдыққа тас тастаған адам, ол түбіне жетіп, дауысы естілгенше қарап тұрады. Сол секілді, сені сөккен адамның көбісі жауабыңды күтеді. Ұстамдылықпен көркем мінез таныт, өткізіп жібер, құдық түпсіз екен деп ойласын. Бәрін қанша дұрыс жасауға тырыссаң да, сені қате түсінетін адамдардың табылары хақ. Әркімге бір жауап қайтарып, өзіңді құр шаршатпағаның дұрыс. Адамдар саған таң қалып жатса, оған масаттанып мақтанба, себебі олар сенің Алла жарыққа шығарған жақсы жақтарыңды ғана көріп жатыр. Ал олар сенің Алла жасырған жаман жақтарыңнан хабарсыз болғаныңа шүкірде. Егер сөз шынымен жүректен шыққан болса, онда ол міндетті түрде жүрекке кіреді. Ал ол тек тілден шыққан болса, құлақтан ары аспайды. Дұрыс нәрсені тез танып, жүрекпен түсініп, шынайы жанашырлықпен айтпасаң, ісін бекер. Адамдар сенің сыртына қарайды, жаратушың ішін мен жан дүниен мен бағалайды.